Тәжікстан Памир тау бөліктерінде орналасқан және теңізге шыға алмайтын орталық Азиядағы мемлекет. Бұл орталық Азиядағы ең кіші мемлекет. Батысында және солтүстік батысында Өзбекстанмен, солтүстігінде Қырғызстанмен, шығысында Қытаймен, оңтүстігінде Ауғанстанмен шектеседі. Астанасы Душанбе қаласы. 1994 жылдан бастап 1999, 2006 және 2013 жылдары қайта сайланған Эмомали Рахмон президент болды. 1994 жылы президент болып сайланғанға дейін Эмомали Рахмон коммунистік партияның мүшесі болды. Мемлекеттік тіл тәжік тілі. Ал Тәжікстан бұрынғы кеңестік Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді мемлекет. Тәжікстан халқының көпшілігі сунниттік ислам дінін ұстанады. Тұрғындарының саны 9.727.807 адамды құрайды. Тәжікстан халқы баяғыдан қарқынды дамып келеді. 1959 жылы мұнда 1.981.000 адам болды. 1989 жылы 5.109.000. Халықтың өсуінің негізгі факторы табиғи өсімнің жоғары болуы. Ресейде 1 миллионға жуық Тәжікстан азаматтары тұрады және жұмыс істейді. 2010 жылғы санақ бойынша елдегі тәжіктер Памир, Ягноп және Язгулям 84,3%, өзбектер 13,9%, қырғыздар 0,8%, орыстар 0,5%-ын құрады. 2020 жылдың сәуірінде ол азаматтық хал актілерінің мемлекеттік тіркеу туралы заңға түзетулер қабылдады. Онда славян жұрнақтарын тегі мен әкесінің атында қолдануға тыйым салынады. Ел халқының басым көпшілігі сунниттік бағыттағы ханафиттік ислам дінін ұстанады. Елдің шығыс бөлігінде Памир халықтары халықтың негізгі бөлігін құрайтын Таулы Бадахшан автономиялық аймағында исламизм кең таралған шиит исламының ерекше ағымдарының бірі. Тәжікстан Таулы Бадахшан автономиялық аймағында зарастризмнің ізбасарлары бар елдің бірі. Бірнеше оңдаған зарастриялық храмдары бар. Тәжіктердің ата-бабалары біздің дәуірімізге дейінгі 2000 жылдықтың басында үнді ари тайпалары, үнді еуропалық тайпалардан бөлініп, орталық Азияға қоныс аударды. Біздің заманымызға дейін 2000 жылдықтың соңында үнді Иран тайпаларының бір бөлігі қазіргі Иран мен солтүстік Үндістан жерлеріне қоныс аударды. Тәжікстан Таулы Бадахшан автономиялық облысынан Соғды және Хатлан облыстарынан және республикалық бағыныстағы аудандардан тұрады. Тәжікстан табиғи ресурстарға бай, бірақ республика аумағының 93%-ын таулар алып жатқандықтан оларды өндіру дамымаған инфрақұрылыммен қиындайды. Тәжікстан негізгі еуразиялық көлік ағындарынан алыс орналасқан. Тәжікстан атауы 1924 жылы Орта Азияның ұлттық аумақтық межеленуі және Өзбек КСР құрамында Тәжік ССР құрылуы нәтижесінде пайда болды. 1924 жылы Орта Азиядағы ұлттық аумақтық межелеу нәтижесінде Тәжікстан аумағында Өзбек КСР құрамында Тәжік ССР құрылды. 1924 жылы үш ауылдың Сари-Осие, Шохмансур және Душанбе бірігуінен пайда болған Душанбе қаласы оның астанасы болды. 1929 жылы 16 қазанда Тәжік КСР құрылды. Сол жылдың 5 желтоқсанында одақтас республика ретінде КСР құрамына кірді. Тәжік КСР-ның негізгі мамандануы мақта өнеркәсібі болды. 1991 жылы Тәжік КСР-ның ыдырауы нәтижесінде Тәжікстанның тәуелсіз мемлекетіне айналды. 1992 жылғы 5 мамыр, 1997 жылғы 27 маусым азамат соғысы жылдары. Соғыс жылдарында республика экономикасына келтірілген залал 10 миллиард доллардан асты. Тәжікстандағы азаматтық соғыс орталық билікті жақтаушылар мен біріккен тәжік оппозициясы тұлғасындағы әртүрлі топтар арасындағы қарулы ұлтаралық қақтығыс. Біріккен тәжік оппозициясы 1993-1997 жылдар аралығында азаматтық соғыста үкіметтік күштерге қарсы соғысқан демократиялық, либералды және исламистік бүлікшілер одағы. Бұрынғы коммунистік элита мен ұлттық демократиялық және исламистік күштер арасындағы қарама-қайшылық саяси саладан этнокланға өтті.
үкіметті жақтаушылар Тәжікстанның халықтық майданын құрды. 1992 жылы 27 қыркүйекте халық майданы бұрын исламистер басып алған қорған төбе, содан кейін оған іргелес аймақты басып алды. Халық майданы Өзбекстан тарапынан біршама шектеулі саяси қолдау алды. Ресей Тәжікстанның халықтық майданына жасырын түрде көмек көрсетті. Ең қатал қақтығыс 1992 жылдың тамыз айының соңынан 1993 жылдың шілдесіне дейін болды. Сол кезде ел іс жүзінде екіге бөлінді. 1992 жылдың күзінде Тәжікстанның оңтүстігінің көптеген тұрғындары соғыстан қашып, ауған шекарасынан өтіп, Тәжікстанның тыныш аймақтарына, сондай-ақ ТМД-ның басқа республикаларына кете бастады. Біріккен ұлттар ұйымының бағалауы бойынша 1 миллионға жуық тұрғын мәжбүрлі қоныс аударушылар және 200 мыңнан астам босқындар болды. Оның ішінде 60 мыңнан астамы Ауғанстан шекарасынан өтті. 1993 жылдың жазынан бастап қақтығыстың қарқындылығы төмендеді. Дегенмен жеке қақтығыстар 1997 жылы 27 маусымда соғысушы тараптар татуласқанға дейін жалғасты. Тәжікстанның солтүстігінде Соғды облысында әлемдегі ең ірі күміс пен кен орындарының бірі, үлкен Кани-Мансур орналасқан. Сондай-ақ Тәжікстан асылтастар, уран, кейбір деректер бойынша әлемдік қорлардың 16%, алтын, көмір, кен орындарына, алюминий және полиметалл кендеріне бай. Тәжікстан үлкен гидроэнергетикалық әлеуеті, минералды ресурстардың ірі кен орындары және үлкен туристік әлеуеті бар аграрлық индустриялық ел. Ұзақ соғыс, онымен байланысты жойылу және адам шығыны экономиканың күрт құлдырауына әкелді. Соңғы бейбіт жылдары экономика мен өмір сүру деңгейі айтарлықтай өсті. Егер 1990 жылға дейін Тәжікстан 3 ұлттық республика болса, тәжіктер, өзбектер, орыстар. 1990 жылдан кейін іс жүзінде 2 ұлтты республика, тәжіктер, өзбектер болды. Өзбектердің халық ішіндегі үлесі 23%-дан 13,94%-ға дейін қысқарды. Қырғыздардың үлесі өзгеріссіз қалды, 1%-дан сәл артық. Республиканың мемлекеттік тілі тәжік тілі. Тәжікстан конституциясына сәйкес ұлтаралық қатынас тілі орыс тілі. Бір қатар аймақтарда өзбек және қырғыз тілдері кең таралған. Ел гидроэнергетика саласында айтарлықтай әлеуетке ие. Гидроэнергетикалық ресурстардың жалпы көлемі 527 миллиард киловатт сағатына деп бағаланады. Оның ішінде техникалық тұрғыдан пайдалану мүмкіндігі 202 миллиард киловатт. Ал құрылыс үшін экономикалық тұрғыдан тиімді 172 миллиард киловатт. Бұл мемлекетті әлемдегі жаңартылған энергия көзімен қамтамасыз ететіндердің біріне айналдырады. Абсолютті өндіріс әлеуеті бойынша 8-ші орын. ТМД елдерінің ішінде бұл көрсеткіш бойынша ел Ресейден кейінгі 2-ші орында. Сонымен қатар, елді электрмен жабдықтауда энергия тапшылығы сезілуде. Тәжікстан халқының шамамен 70%-ы қыс мезгілінде электр энергиясының тапшылығынан зардап шегетіні атап өтілді. Шамамен 2700 гигаватт сағат деңгейінде бағаланған электр энергиясының тапшылығы, яғни жалпы электр энергиясына қажеттіліктің 1/4 бөлігі экономикалық шығындарға әкеледі. Есептеулерге сәйкес жыл сайын 200 миллион доллардан асады делінген зерттеуде. 2009 жылы Орталық Азияның энергетикалық жүйесі арқылы электр энергиясын коммерциялық жеткізу шеңберінде Тәжікстанның көрші елдермен өзара іс-қимылы тоқтаған кезде электр энергиясы тапшылығының деңгейі айтарлықтай өсті. Көрсетілген электр энергиясының тапшылығы көп жағдайда Өзбекстанның Орталық Азияның энергетикалық жүйесінен шығуы және Өзбекстанның Тәжікстанға энергетикалық желілері бойынша Түркменстанның электр энергиясын импортына бір жақты тыйым салу нәтижесінде туындады.